Қазіргі өкінішке орай простатит ауруы жасарып жатыр. Простатит емделмесе ертең ол аденомаға ұшырайды, ары қарай ракқа ұшырауы мүмкін. Осы дәріні көп ішу, әсіресе антибиотик көп ішуде простатаның қозуына қандай әсері? Дәріні көп іше беретін болса, адам ағзасындағы пайдалы да бактерия бар, пайдасыз да бактерия бар. Соның екеуін бірақ жоқ қылып жібереді. Қит етсе антибиотик іше беруде бактериясы өмір жоқ, пайдалы бактериялардың бәрін құртып жатырсың деген сөз да. Дәрсіз денсаулық. Армысыз ағайын, бүгін Олжас доктор, қазақша доктор екеуміз уролог маман, қазір ерлердің ең жиі кездесетін бір проблемасы, дерті, простатит, jongen аденома жайлы әңгіме қозғамақтымыз. Олжасты мен дәрігер деп атағым келмейді, өйткені дәрігер деген сөздің түбірі. Дәрі, гер деген иесі, осы мамандықтың иесі, яғни тек қана дәрімен емдейтін адам. Ал доктор деген ол ғалым адам, ол ағартушы, ол жол көрсетуші, ол үйретуші. Соны қазақ қарапайым доғдыр деп айтады. Сондықтан өкінішке қарай қазір біздің осы ақ халат киген адамдардың 90% дәрігер, ол тек қана дәрі жазып береді, ары қарай басын қатырмайды. Ал Олжас осы ғылым білімнің жолында, ер азаматтардың денсаулығын сауықтыру жолында еңбек істеп жүр. 15 жылдық тәжірибе бар да. Олжас бүгін мына ер азаматтарда ең көп кездесетін, бұрын 40-50 жастан кейін осы простатит көбірек бола бастайтын да. Қазіргі жағдай қалай? Өзің енді неше жыл болды, қанша пациент? Қазір әрине көп пациент келіп жатыр. Қазіргі өкінішке орай қуық асты бездің қабыну дейміз, простатит ауруы жасарып жатыр. Ол бұрын 40-тан 50-ден кейін кездесетін кісілер болатын болса, қазір 20-25 жастағы жігіттердің бойында осылау kesіп жатыр. Ненің себебі? Ең бірінші оған алып келетін себеп әрине бұл инфекциялар, бактериялар, вирустар. Осылардың кесірі мына қуық асты безіне түскеннен кейін қабыну шақырады. Онымен қатар жаңағы застой дейміз. Уақытын үйленбейді, уақыт көп жүреді мысалы. Мынау отырып жұмыс істейтін жігіттерде мысалы қозғалыс жоқ. Қан айналымы дұрыс болмағаннан кейін ол жердегі бактерияның тез өршуіне, дамуына туындататын осы себеп әрине осы простатитке алып келеді. Енді простатитті емдемесе не болады? Простатит емдемесе ертең ол аденомаға ұшырайды, ары қарай ракқа ұшырауы мүмкін. Қазір бір минут Олжас, бізде де жан мен тәнге міне 15-мыңдай адам келіп кетті ғой. Көп ер азаматтар былай айтпайды, маған шыға бер айтады, менде простатит бар еді, әйел адамдар цистит бар еді, суыққа түсуге болмайды ғой, ойбай суыққа түссең простатитің асқынып кетеді ғой деп. Мен талай осы рилсқа түсіріп басқа да айттым. Суық судан простатит болмайды. Енді суық су деген микроб емес қой. Микроб деп айтамыз ғой, бактерия, вирус, грибок, паразиттарды біз микроб деп айтамыз. Енді паразит микроб емес қалғандары. Енді ол ешқандай сенің ағзаңа түсіп, ол ағзаңды бұза қоймайды ғой суық су. Суықтан простатит болатын болса, суықтан ғана болатын болса, онда Африкада, араб елдерінде простатит болмаушы еді. Оларда простатит деген тоже қырғын. Негізгі себебі, міне уролог маман отыр, 15 жылдық тәжірибесі бар. Негізгі себебі, бұл бағана айтып отыр, ұю, застой дейді. Көп аз қимылдағандықтан, кешке дейін жалпы отыра бергендіктен, оң кейін уақытлы жыныс қатынасына түспегеннен кейін ана жерде үйіп қалады да. Екіншісі бактерия. Бактерия қай жерде болады? Бактерия жылы жерде болады. Моншада да әбден жұғуы мүмкін бактерия. Жылы сумен дәрет алғанда әбден жұғуы мүмкін. Солай ма? Бар. Жылы сумен алған кезде мысалы көбейеді, өйткені арт жақ мысалы да анустан шыққан нәрсені алға қарай жұққызып алу әбден мүмкін. Ал енді салқын жерде, суық жерде бактериялар бола қоймайды. Сондықтан сіздерге айтатын кеңесім, моншаға бардың, буға кірдің, қай жерде жүрдің, бассейнге түстің, міндетті түрде суық сумен шайынып отыру керек. Дәретті тек қана суық сумен алу керек. Одан сен простатит болмайсың. Солай ма? Егер де инфекция жоқ болса, ағзаң таза болса, суық сумен шынық, ол пайдасы береді. Өйткені мына суық шыныққан кезде дене ағзамыздың жаңағы стресс жағдайға түсіреміз ғой. Сол кезде мынау клеткалардың жаңару пайда болады, обновление. Сол себепті қуық жолдар болсын, қандай клетка болсын, ол жаңарып бастайды. Мен өзім байқап жүрсің ғой, Олжас, мұздай суға түсемін, аптасына үш уақыт. Өзің де түсесің бе? Түсемін, өзім де түсемін. Міне айтады, ақымақ, сен бір күн простатит боласың деп, сіздер медицинадан, ғылымнан мүлде хабары жоқ адамдар жазып отырсыздар. Міне маман өзі де суық суға түседі, мен де түсем. Олар шынығады. Суық су болғанда кезде неге простатит қозып кетеді? Егер ағзада бактерия жатса, онда ол көтереді. Өйткені қан бармай қалады.
қан тамырлары қысылады, қан бармағаннан кейін иммунитет бармайды, қанмен бірге гуморальный никотин қанда ғой, бармағаннан кейін ұйықтап жатқан бактериялар айтады, ойбай, бізді өлтіретін әскер иммунитет жоқ екен, көбейік, өсейік, балалайық дейді. Солай емес пе? әрине. Сондықтан қазақ ана ойбай көз тиді, суық тиді дейді ғой, екеуі де тимейді. Енді көз тию жайлы бұл жерде айтпай-ақ қой, кейін бір айтармыз да. Ал суық тимейді. Суықтаған кезде қан тамыры қысылады, сол кезде иммунитет бармай қалады, сол кезде бактерия басын көтереді. Мұрнынан су аға бастайды, простатитін қоза бастайды, тағы осындай пәлелер. Сонымен қазір жасарып кетудің себебі осы бейберекет жыныс қатынасына түсу, ауру жыныстық ауруларды, аз қимылдау, жыныстық аурулардың тарауына байланысты. Егер де осы жыныстық аурулар түсетін болса, қуық асты безінің жаңағы ішінде ацинустардан, яғни секрет бөліп отырады қалыпты жағдайда. Ол секрет ұрыққа бөледі, ұрықтың құрамында қойылатпас үшін, бір қалыпты болу үшін қуық асты ұрықтың құрамына сұйықтық бөледі. Оны секрет простата деп атайды. Егер секрет простата бұл таза жер, яғни стерильді жер. Ол жерге ешқандай бактерия, микроб түспеу керек. Ол сырттан түскеннен кейін сол жердің тұнықтығы бұзылады. Ал таза суға барып лай суды құятын болса, ол жерде тұнықтығы бұзылады ғой. Сол сияқты сондай шалшық кеп бұзатын болса, ол жерде жаңағы қабыну процесі жүреді. Қабыну процестері ісінеді, іріңдейді, қабынғаннан кейін ол жерде тыртық пайда болады. Егер сол тыртық рубец дейді, ұзақ уақыттан бері жүретін болса, ол тарамайтын болса, жазылмайтын болса, әрине ертең ол 50-60-тан кейін ол жерде әрине онколог клеткалар, жаңағы рак клеткалары пайда болатын болса, ол жаман ауруға ұшырау қаупі бар. Простата уақытында емделмесе, түбінде аденома. Аденома деген ол оның екі түрі болады аденоманың. Біреуі жаңағы доброкачество ұлғая береді, бездің көлемі алма сияқты дөйіп кетеді. Сосын зәр жолын қысатын болса, зәрдің жүру қиындайды. Екінші узловой дейді, түйіндер пайда болады. Мына түйін пайда болады да, без үлкейеді да, одан сол зәр жолдарын қысады. Сосын дәрет жүрмейді, не ұрық жүрмейді, сосын қатынсыз құлайды. Оның бәрі әрине ертең өзінің денсаулығына әсер етеді. Содан кейін негізгі қуықтағы дәрет уақытылы сарқылып далаға шығып отыр. Иә, әрине. Ол толық сарқылмаса, жиі дәрет шығатын болса, ол ағзадағы у ғой. Ой қала береді, у болады. Одан кейін ол бүйрекке, басқа ағзалар тарайды. Басқа ағзаларға жоғары қарай кетеді. Сондықтан ана простатаның ішіне өтеді ғой жаңағы зәр шығаратын тоқтан су. Тоқтан су сияқты болады, қала береді. Қысық болады. Сондықтан ер азаматтар, мен ода тұрған ештеңе жоқ деп, сіз жеңіл желпі жүре бермеңіз. Түнде оянып, негізгі кіші дәретке шығу, ол дұрыс емес. Дұрыс емес. Бір рет оядым, екі рет оядым ба, значит, сіздің ағзаңызда бір ақаулық бар. Енді дәретке түнде тұрмауымыз керекпіз. Ұйықтадық, таңертең тұрып дәрет сындыруымыз керек. Таңертең қолымыз сыздау керек. Қуық егер де толыққанды жаңа дәрет шықпай қалса, түнде оятады. Өйткені дәрет толыққан сарқылмайды. Ең дабыл барады, түн ішінде оянуға дейді. Сондықтан осыны көріп отырған ер азаматтар, түнде болмаса күнде жиі дәретке, кіші дәретке бара беретін болсаң, бұл үлкен дабыл, үлкен сигнал. Оны кәдімгідей алдын алып емдеу керек. Емдеу үшін алдымен әрине анализдер тапсыру керек. Бұл жерде мынандай бір диагнозды қою үшін салыстырмалы диагноз жасау керек. Біз дәрігерлер жасайды, салыстырмалы дифференциальный диагностика деп атады. Яғни басқа аурумен де қатысы бар ма? Ол не только простатит болып жатқан жоқ, одан может басқа ауру бар шығар. Может қан тебет ауруы болып жатқан шығар. Қан тебе кезінде полиурия болады, диктурия болады, сол кесірінен де түнде дәретке шығып кетуі мүмкін. Ол да ақаулық мысалы. Оны ажырату керек. Неқта болып жатыр ма, неқта болады. Эндокринологпен бірге жұмыс жасау керек болады мысалы. Өз жағынан қарайды, біз жағынан қарауымыз керек. Бұл жерде ажырату керек. Сондықтан простатит тек қана мынандай қате түсінік бар, көбі соны жасырып жүреді, жыныс қатынасынан ғана жұғады деген. Бұрын менде де сондай түсінік болатын. Ешқандай мысалы сіздің неменеңіз, партнеріңіз таза болса, өзіңде таза болсаң да, сенде простатит ауру болуы әбден мүмкін. Солай ғой? Шықататын болса, сенің ағзаңда бір бактериялар, стафилококк, стрептококк сияқты түрлі бактерияларда, өйткені ол қанға түседі ғой, токсин. Ана жатқан простатаны қоздыру әбден мүмкін де? Мүмкін. Тағы неден жұғады мысалы? Дәрет алған кезде дұрыс алмаса, мысалы ішек таяқшасы бактериясы егер үрпі жолына түсетін болса, ол да жаңағы қуық безінің қабынып келеді. Сондықтан дұрыс дәрет алу деген? Дәрет алу жаңағы жылы сумен емес, салқын сумен жуу мысалы, бір қалыпты температура, комнатный температура, бөлме температурасымен. Өзі қазақта мынандай бар ғой, ойбай атаң дәрет алайын деп жатыр, суды жылыт. Ана суды жылыт деген әбден миымызға кіріп қалған. Керісінше суық сумен ғана дәрет алыңыздар.
Өйткені мына ыстық болған кезде ол бактериялар көбейеді, размножение дейді ғой, көбейіп кетеді. Көбейгеннен кейін ол жердегі аурулардың қозуына жағдай туындайды. Содан кейін екіншісі аз қимыл, қан айналымы дұрыс болмауынан, бейберекет жыныс қатынастан жұғатын аурулар, содан кейін ағзадағы бактериялардың дұрыс болмауынан, одан кейін жаңағы мынау іш қату деп жатырмыз, геморрой шыққан кезде, нұзының геморрой кезінде ол да мысалы дәрет жолын тітіркендіруі мүмкін. Яғни кіші дәретке баратын ана безді тітіркендіретін болса, ол ертең іш қататын болса, ол да әкелуі мүмкін қабынуға. Сондықтан іш қату деген былай қарағанда ой ішім қатып жүр, дәретім қатты болып жүр деп оны бір жеңіл желпі деп қараймыз. Ол мүлде жеңіл желпі емес. Үлкен проблема. Ағзаңда дұрыс пайдалы бактериялар құрып кеткен, соның кеселінен бүкіл ағзаң уланып бастаған, тамағың бойыңа сіңбей жатыр деген сөз да. Соның енді ол тек қана простата емес, басқа да бүкіл бауыр, бүйрек, ұйқы без, өттің, бүйрегіңнің бәріне ағзаң былай уланып жатыр деген сөз. Соның ішінде простатит те соны тудырады. Ал енді осындай себептері бар екен. Осы простатит болмау үшін көп жаттығулар, кегел жаттығуы да? Упражнение кегел дейміз, кегел жаттығуы біздің бұт бұлшықеттерінің қан айналымын жақсаратын болса, дәреттің жолы жақсара бастайды. Өйткені дәретті сен контроль жасай аласың. Дәретке баруың да жеңілдей бастайды. Өйткені мына көп жағдайда ер азаматтардың бұттарының бұлшықеттері бос болады. Өйткені отырады көп жерде қозғалыс болмағаннан, әрине бұт бұлшықеттері атқа мінбейміз, тақымыз қыспаймыз, атқа қақымсады ғой. Сол кезде бұлшықеттері жұмыс жасайды. Кегел жаттығуы қандай десеңіз, YouTube-қа жазсаңыз болды, көрсетіп береді. Қандай жаттығуларды жасау керек. Отырып тұру жаттығуын. Кей жасаудың өзі. Зайняның өзі де, мысалы отырып тұрудың өзі былай жетеді. Жамбас қан айналымын жақсартады. Қан айналымын жақсартады. Бұл оңай жаттығу емес негізі ол да. Оны жасайтын болса, үйреніп күнделікті. Ол да пайдасын тигізеді. 50 рет отырып тұру 1,5 минут уақытыңызды алады. Сондықтан ер азаматтар отырып жұмыс істейсің бе, 1 сағаттан кейін тұр да 50 рет отырып тұр. 1 сағаттан кейін тұр да 50 рет отырып тұру жаттығуын жаса. Таңертең бір 5-10 минут кегел жаттығуын көріп ал да, сол кегел жаттығуын жаса деп айтатын едім. Кейін аденома болып, ота жасатам деп басын қатып жүрмеу үшін да. Енді қараңыз, бұл жерде көбісі жаттығу жасағысы келмейтіндерге жүру. Күнде 10 мың шаг жүр, жетеді таңертең. Егер жүрмей жаттығу жасамайын десеңші. Мысалы, жүрудің арқылы мысалы қан айналымын жақсартамыз біз. Меніңше отырып тұру жаттығуы жүргенде басқа жамбас бұлшықеттері жұмыс істейді. Отырып тұрған кезде әсіресе мына көп қолданылмайтын, жүргенде көп қолданылмайтын жамбастың жынысқа әсер ететін бұлшықеттер кәдімгідей қозғалысқа кіреді. Аяғымыздың бұлшықеті жақсы жұмыс істесе, қанды жоғарылай жақсайды екен. Насос қой. Насос. Бері қарай. Аяққа нагрузка дейді ғой, жаңағы күштемені жақсы берген кезде біздің жүрегіміздің жұмысы, бүкіл қанға беретін тамыр аяққа аяқталады. Осы дәріні көп ішу, әсіресе антибиотик көп ішуде мына простатаның қозуына қандай әсері? Егер де мына дәріні көп іше беретін болса, адамның ағзасындағы пайдалы да бактерия бар, пайдасыз да бактерия бар. Соның екеуін бірақ жоқ болып жүреді. Мынау дос, мынау жау деп қарамайды. Ол қарамайды, ол орып өтеді. Бәрі қандай бактерия шығады? Түгел. Ертең одан антибиотиктің енді плюс жақтары айтайын да, ауруға тез әсер етеді. Яғни салдың момент әсер етеді. Бірақ енді побочный дейді ғой, зиян жақтары да бар. Ол жаңағы іш қатудың, іштің дәреттің бұзылып кетуі, дәрет сұйылып кетуі, біреу болмаса жаңағы іш қатып қалуы, одан кейін жаңағы мына дәріге тұрақтылық деген бір устойчивость дейді. Егер бір дәріні сала беретін болса, ағза үйреніп қалады. Ертең резистенция пайда болған кезде оның әсері болмайды. Онда күшейтіп басқасын салу керек тұр. Оған тұрақты пайда болса, үлкейте бересің поколениесін. Ертең құдай сақтасын, егер де басқа аурумен ауырып қалатын болса, ана антибиотик әсер етпейді. Өзі мына крысаларға бір дәрі беріп қырып тастайсың, келесі жолы ана дәріні сепсең, ол пысқырып та қарамайды. Біздің ағзамыздағы бактериялар дәл сол сияқты. Төзімділік болады. Дәріге үйреніп алады, төзімділік резистенция дейді, келесі жолы дозасын көбейту керек, кәдімгі наркомандар сияқты. Содан кейін оның түрін көбейту керек болады. Сондықтан бет албаты антибиотикті қолданған дұрыс, анда-санда бір рет қырып тастау үшін. Өз көрсеткішімен қолданған дұрыс. Кейбір ауруларды антибиотик емдеуге мүмкін емес болады. Енді соларға ғана қолдану керек. Ал басқа кезде түшкіру, пысқыру кезінде оны антибиотик қолданудың қажеті жоқ. Қит етсе антибиотик іше беруді ол ағзаңдағы бүкіл пайдалы бактериясы өмір жоқ, пайдалы бактериялардың бәрін құртып жатырсың деген сөз да. Негізгі түбегейлі простатиттан толық емделіп жазылу үшін қанша уақыт керек және қандай жолдармен, мысалы дұрыс тамақтану, жаттығу жасау,
шөп дәрілер ішу. Біріншіден егер де инфекциялық жаңағы бактериялық простатит болса, соның уақытында дәрісін алып, емін алып жоғалту керек. Ары қарай оны жоғалтылғаннан кейін өзінің иммундық жүйесін жақсарту үшін ұйқы, қозғалу, дұрыс тамақтану, әрине оның бәрі спорт арқылы мына ағзасын нығайтуға болады, күшейтеміз. Сол кезде біздің иммунитетіміз жақсы болса, мына қабыну аурулар бізге келмейді. Ол бізден қашады. Ал әрине біздің ағзамыз әлсіз болғаннан кейін, дұрыс тамақтанбағаннан кейін, жаңағы әлсіз болғаннан кейін бактерияда ол өршіп дамып кетуге жағдай туындап тұрады. Дұрыс тамақтану дегенде мысалы нақты қандай кеңес бересіз? Қараңыздар, міне суға піскен, буға піскен тамақтарды жегеннің пайдасы бар. Мынау жаңағы жеңіл көмірсуларды жеудің қажеті жоқ. Магазиндегі маргарин піскен, тәтті сусын болсын, жаңағы алкоголь бар, печенье, торттың бәрін рационға сызып тастаңыз. Басқасын, яғни үйдегі табиғи ет жеңіз, қымыз ішіңіз, мынау айран ішіңіз, соның бәрі бізге жеміс жиде, көкөніс міндетті түрде жеу керек. Өйткені оның құрамын бізге ағзамызға дәрумендерді сол береді, көкөністер береді. Мына белокты ет береді мысалы, жұмыртқа береді мысалы, табиғи жұмыртқа болса, қолдың жұмыртқасы, оны қолданған дұрыс. Сонан кейін мына негізгі простата жақсы жұмыс істеп дейсіздер болсын, цинк. Оған дәрумен цинк бізге. Цинк еркектердің тестостеронын жақсартады, ол ағзамыздың иммунитеті жақсарғаннан кейін қуық безін жұмыс жасататын болғандықтан витамин цинк керек. Одан кейін D3 витаминдері пайдалы. D3 витаминдердің бізге ағзаға беретіні өте жоғары, бауырдың детоксикациясына көмектеседі. Одан кейін иммундық жүйеміздің деңгейін көтереді. Енді осылардың бәрін мысалы бір көрем дейтін болса, оның анализдері бар. D3 анализін тексеруге болады ағзадағы. Фолий қышқылының деңгейін тексеруге болады, B12 витамин тексеруге болады, темірді тексеруге болады, ферритін тексеруге болады. Олардың бәрін бір чекап өтіп, бір қарап көрсе болады. Динамика қалай болып жатқанын, потом 3 ай 4 айдан кейін өсіп жатыр ма, қандай деңгейде болып жатқанын анализін бақылауға болады. Мен сіздерге бір кеңес беріп айта кетейін. Витамин мен қараймын, кейбіреулер D3 алып алады да таңертең түсте болсын іше береді. Магнийді да, кальцийді да. Оны артық қылам деп тыртық қылып жіберуге болады. Сондықтан оны белгілі мөлшерде ғана. Мысалы D3-ді 90-нан асып кететін болса, ол керісінше үлкен зияны бар да. Тура солай кальцийді да. Және оны мысалы магнийға қосып ішу керек. Ол жайлы біз кейін бір хабарда бәрін айтқанмен сіз есіңізде қала бермейді. Қандай витаминдер ішу керек, оны қандай мөлшерде ішу керек, оны қашан ішу керек, немен қосып ішу керек, және арасында қанша уақыт сақтау керек, ол жайлы бір арнайы хабар түсіреміз. Сондықтан осы айтылған кеңестерді жастар көріп отырсаңыздар, әкелеріңе жіберіңдер, әйелдер көріп отырсаңыздар, жұбайларыңызға айтыңыздар, ер азаматтар көріп отырсаңыздар, өздеріңіз көріңіздер, ер азамат балаларыңызға, достарыңызға жіберіңіздер. Еркектің ең әлсіз жері ол екінші жүрегі, ол простата. Уақытында емдемегеннен кейін, әсіресе жасы келген адамдарға кейін ол қауіпті бір дерттерге ұшыратуы әбден мүмкін. Жиі дәретке барам, ода тұрған ештеңе жоқ, жас келді ғой деп, сіз оған жеңіл қарап жүре бермеңіздер де. Ол міндетті түрде простата болмайды, кейде гипоплазия деген. Гиперплазия деген болады. Или гиперплазия. Қуықтың өзінің проблемасы болады. Нейрогенді қуық болады, гиперактивті қуық болуы мүмкін, гипоплазиялық қуық болуы мүмкін. Соның әсері әрине әкелуі мүмкін. Енді егер сізді қандай да бір нәрсе осы мазалап жүрсе, по-женски деп көп әйелдердің ауруын бәрін по-женски деп айта салады ғой. Одан кейін былайша айтқанда по-мужски ер азаматтарда қандай да бір мазалап бірдеңке мазалап жүрсе, міндетті түрде анализ тапсырыңыздар. Қандай анализдер тапсырған дұрыс болады? ПСА тапсырады. Өйткені 40-тан асқан еркектердің барлығына міндетті түрде. Өйткені рак ауруы жылына 1 мм өткен. ПСА керек. ПСА деген айтсаңыз болды, кез келген милитарға барсаңыз тапсыра аласыз. Одан кейін қуық асты безінің УЗИ керек. Одан кейін барып бізге әрине УЗИ ананы өлшеп көлемін көрсетіп береді, қуығыңызда проблема бар ма жоқ па. Сосын еркектерге инсулин гормон, тестостерон гормон тапсырған дұрыс. Өйткені бұл гормонның деңгейі төмендеп жатса, еркекте проблема әкелуі мүмкін. Болмаса мазок жаңағы андрофлора деген бар, болмаса жыныстық ауруларға тапсыратын анализдер бар, ПЦР аталады. Егер де осы жайлы білгіңіз келсе, мына көрсетілген міне Олжастың маманның сізге осы жерге телефон нөмірін орнатып қоямыз, уролог. Содан кейін жан мен тәннің де телефонын орнатып қоямыз. Бізде 15 жылдық тәжірибесі бар терапевт, реабилитолог, невропатолог дәрігер бар. Дәрігер емес, доктор бар. Және де бізде осы данышпан деген программа бар. Сонда бүкіл әлемдегі 1000 дәрігер, 1000 доктор сіздің анализіңізді қарап,
мың доктор жоқ әрине, ол данышпанда сол мың әлемдегі ең үлкен ғалымның миы бар, тәжірибесі бар. Сол сіздің анализіңізді талдап, қандай жолын емдеу керек, қосымша қандай анализ тапсыру керек, соны түгел сізге тәптіштеп тұрып көрсетіп айтып береді. Ол үшін біз сізден көк тиын талап етпейміз. Ал Олжасқа Алматы қаласында болмаса онлайнда консультация бере аласыз? Онлайн бере аламын, онлайнда қабылдауға офлайнда. Онлайнда кез келген уақытта Олжастың жаңа көрсетілген WhatsApp нөміріне жіберсеңіздер, сізге қандай анализдеріңізді талдап береді, қосымша қандай анализ тапсыру керек екенін талдап береді, және қалай емделу керек екенін талдап айтып береді. Сондықтан ер азаматтар 90-100 жас жасап, ешқандай қиналмай, іштеріңіз ауырмай, тік жүріп өтемін десеңіздер, денсаулықты қадағалаңыздар, анализ уақытында тапсырыңыздар. Неғұрлым ертерек тапсырып, ертерек анықталса, емделуде әлдеқайда жеңіл болады. Сондықтан қит етсе бірден дәрі іше бермеңіздер. Сізге егер бір жерге қандай да урологқа бардыңыз, ол сізге қандай да бір антибиотик, басқа бір дәрілер тағайындап берсе, соны бізге жібере салыңыз. Біз талдап, ол дұрыс назначение дейді ғой, дұрыс дәрілерді берді ма, жоқ мүмкін артық берді ма, дұрыстап ары қарай талданбады ма, соның бәрін біз сізге анықтап айтып береміз. Қайталап айтайын, ол үшін сізден көк тиын ақша сұрамаймыз. Енді осы біздің хабарымыз, түсірген сұхбатымыз, подкастымыз сізге ұнаса, лайк қойып, комментарий қойып, тарата жүріңіздер. Және де келесі хабарда қандай мәселені талқылағанымызды қалайсыз, оны да жаза кетіңіздер. Сізді не мазалап жүр, қандай сұрақтар мазалайды, оны да жаза жүріңіздер. Осы сілтемені міндетті түрде ер азаматтарға, жұбайларыңызға, бауырларыңызға, ағайындарыңызға, достарыңызға тарата жүруді ұмытпаңыздар, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Егер келесі хабарды келген кезде сізге бір ескерту келсін десеңіз, ана қоңыраушаға белгі қойып қойыңыз, сол кезде сізге ескерту келіп тұрады. Жақсы күндерде кездескенше сау, саламат болыңыздар. Ер азаматтарымыз, әкелеріміздің жасы, денсаулығы ұзақ болсын деп осы хабарды тарата жүріңіздер. Жақсы. Жақсы.